Бұл кісі атақты ғұлама болардан бұрын ішімдікке тәуелді болған, шарапқа салынған жан еді. Ол оқымаған, тоқымаған, әдеп ақылағы нашар, адамгершілігі өте төмен жан еді. Өз заманындағы, өзінің қаласындағы ең нашар адам еді. Бір күні ол өзінің жолдастарымен ішімдік ішіп отырады. Ішімдік ішетіндердің арасында тек осы кісі ғана көпшіліктен ұялмай, жария түрде шарабын іше беретін. Түсініп отырсыздар ма? Ол осы іс үшін ұялмайтын. Адамгершілігі де сол кездері өте төмен болған. Сөйтіп ол, бір топ адамдар біреуді айнала қоршап өтіп бара жатқандарын көреді. Ортадағы адам есектің үстінде еді. Айналасында өте көп адам ілесіп жүреді. Адамдардың барлығы есектің үстіндегі адамға құрмет көрсетіп, сөйлесе әдеппен сөйлейтіндерін байқайды. Барлығы онымен сөйлесуге тырысып жатады. Бұл көріністі көрген ол есектің үстіндегі кім екенін анықтағысы келеді. Неге бәрі оған құрметпен сөйлеп жатыр деп ойлайды. Сөйтіп қастарына барады. Адамдардың арасынан өтіп ортадағы кісіге жақындайды. Оның алдына шығып, оны тоқтатып, "Сен кімсің?" дейді. Бұл оның сол кездегі әдепсіздігін көрсетеді. Мінезі нашар болған. "Сен кімсің?" дейді. Айналасындағы адамдар оның аш-Шағби екенін айтады. "Бұл имам Шағби." "Имам Шағби дейсіңдер ме? Кім ол? Не нәрсемен айналысады?" дейді. Адамдар, "Ол мұхаддис" дейді. Мұхаддис деген нені білдіреді? Олар оған, мұхаддис деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін жеткізуші. Ол хадистерді жаттаған, оны бізге үйретеді. Жұмысы осы, дейді. "Жақсы, мұхаддис болсаң, онда маған бір хадис айт. Маған хадис жеткіз", дейді. Сөйтіп имам, бұл имамдар нағыз білім иелері болатын. Хадис сұраушының қандай халде екенін түсінеді. Оның жағдайын көріп, оған қажетті болған, оны құтқаратын хадисті жеткізеді. Сөйтіп мына хадисті айтып береді. Сахаба Абу Мәдуд әл-Бәдірі радиаллаху анхуден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай дегенін жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Егер ұятың болмаса, егер ұялмайтын болсаң, онда білгеніңді істе" деген. Себебі сізде ұят болмаса, ұятсыз, арсыз қадамдарға барасыз. Осыны естіген кезде бұл сөздер жаңа адамның жүрегіне жетеді. Айтылған хадис оның жүрегіне жетіп, осы сөздерді естігеннен кейін ол өзгеруге шешім қабылдайды. Ол өмірін толық өзгертуге бел буып, өткен өмірін артта қалдыруды шешеді. Сөйтіп ол атақты имамға барады. Имам Мәлік ибн Анас Мединаның имамы еді. Ол сол имамға барып, соның шәкірті болады. Имам Мәліктің қасында хадистерді үйренеді. Кезінде ішімдікке салынған бұл кісі кейін имам Бұхари мен имам Муслимге ұстаздық етеді. Ол имам Бұхари мен имам Муслимнің ұстазы болады. Оның есімі Абдулла ибн Мәсләм радиаллаху анху. Ең атақты танымал хадис жеткізушілердің бірі Абдулла ибн Мәсләм кезінде шарап ішетін. Мінезі нашар, әдепсіз, ешкімді құрметтемейтін, ел жұрттың көзінше шарап ішетін болған. Бірақ бәрін тастағаннан кейін ұзақ жылдар бойы имам Мәліктің қасында тәлім алған. Ол, менің осы жолға түсуіме, тура жолға бағытталуыма себеп болған адамды көруім керек деп, Басраға сапар шегеді. Себебі имам Шағби Басрада болатын. Абдулла ибн Мәсләм Басраға жеткен кезде, имам Шағби ол келерден бұрын дүниеден өтіп кеткендігі туралы естиді. Бұл атақты имам Абдулла ибн Мәсләмнің өмірінен көптеген нәрселерді үйрен аламыз. Өзгеруге ешқашан кеш емес. Жаман жолды тастап, жақсылыққа ұмтылуыңыз керек. Ешқашан кеш емес. Біреу келіп сізді өзгертеді екен деп күтпеңіз. Біреу сізді өзгертеді деп ойламаңыз. Өзгеру өз қолыңызда. Ертеректе қандай күнә істесеңіз де шынайы тәубе етіңіз. Ең үздік адамдардың қатарында болуға тырысыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірі, сахабалардың өмірі, ұлы имамдардың өмірі баршамызға үлгі өнеге. Ислам тарихында үлкен жетістіктерге жеткен ғұламалардың, ер жүрек көшбасшылардың өмірі бізге өнеге. Олардың жетістіктері неде еді? Олар екі нәрсені жасады. Өздерін өзгертті және өзгелерді өзгертті. Өміріміздегі ең маңызды нәрселер осы. Жан-жақты бол, рухани, физикалық, менталдық тұрғыдан дамы, жетістікке ұмтыл,
Егер өзің өзгерсең, өзіңді дамытсаң, өзгелердің дамып жетілуіне себепкер боласың. Бұл маңызды нәрсе. Егер өзгеру қолымнан келмейді деп ойласаңыз, өзгеруге тырыспай жатып, менің қолымнан келмейді, шамам жетпейді демеуіңіз керек. Өзіңізді қауқарсыз сезінсеңіз, уақыты келгенде өзгереміз деп жүре берсеңіз, жақсылыққа ұмтылмасаңыз, әрекеттенбесеңіз, уақыт сізді өзгертпейді. Қиямет күні Алла тағалаға не деп айтасыз? Сіз өзіңізді өзгертпейінше, әлем өзгермейді, қоғам түзелмейді. Ал сізді өзіңізден басқа ешкім өзгертпейді. Алла тағала әлемнің өзгеруін бізбен байланыстырып қойды. Алла тағала Құранда, расында қандай да бір қауым өз ішінде өзгермейінше, Алла ол қауымды өзгертпейді деген. Қазіргі таңда бүкіл мұсылман елдерінің жағдайы, мұсылмандардың жағдайының нашар екенін көріп жүрміз. Өзімізді өзгертуге тырыссақ, 5 уақыт намазымызға бекем болсақ, жаман әдеттерімізді тастасақ, Алла тағаланың разы болатын амалдарын көптеп жасасақ, өзгеруге шынайы ниетіміз болса, Алла разылығына ұмтылатын болсақ, жылы төсегімізден тұрып әрекет етсек, сонда ғана өзгерістер орын алады. Себебі барлық нәрселер бір-бірімен байланысты. Осы нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына көп рет ескерткен, үйреткен. Бұл дүниеміз, бүкіл ғалам бір-бірімен тығыз байланысты екенін білуіміз керек. Сіз күнә істесеңіз, оның әсерін көресіз. Бірден болмаса да, мүмкін 10-20 жылдан кейін көресіз. Ол күнәңіз үмметке әсер етеді. Отбасыңызға, туған туыстарыңызға, қоғамға әсер етеді. Ал сіз оны байқамайсыз. Барлық нәрсе бір-біріне әсер етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болып адамдарға жіберілуінің себебі неде? Бізге келгендегі мақсаты қандай еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарды өзгертуге, жақсылыққа бағыттауға келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болғанға дейін арабтардың мінездері өте нашар, тым әдепсіз болған. Өзара бөлінісіп, бірін-бірі өлтіріп, тастарға, пұттарға табынатын, көп жаман нәрселер істеген. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келгеннен кейін, 23 жылдан кейін олар мұсылман болып, ең үздік адамдарға айналған. Олардың ықпалымен, олардың себебімен ислам бүкіл әлемге жайылды. Қытайдан бастап Марокко, Испанияға дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мінезі нашар адамдарды тәрбиелеп, оларды ең үздіктерге айналдырды. Міне, осы адамдар жер бетіне исламды жайды. Мұсылмандардың арқасында әлемде көптеген жаңалықтар ашылған. Математика, медицина, астрология және басқа да салаларда көптеген жаңалықтар ашқан. Біз де өмірімізге жауапкершілікпен қарауымыз керек. Оянуымыз керек. Бей-жай жүре бермеуіміз керек. Егер намазым түгел, осыда жетет деп жүрсеңіз, немесе бойыңызда жаман әдеттер болса, оны елемесеңіз, сіз ғапылдықтасыз, сіз ұйықтап жүрсіз. Алла тағаланың разылығы үшін істеп жүрген азғантай амалыңызға разы болмаңыз. Мен садақа беремін, Рамазан айында ораза ұстаймын, намаз оқимын, осыларды істесем болды емес пе? Осы жеткілікті ғой демеңіз. Күн өткен сайын, күн сайын дамуыңыз керек. Құлшылықты қатесіз жасауға жеткілікті білім алсаңыз, мінезіңізді жақсартуға, Құранды көбірек жаттауға назар салыңыз. Сондай-ақ оқыған мамандығыңызды жақсырақ үйреніңіз. Шет тілдерді, адамдармен байланыс орната білуді үйреніңіз. Физикалық жаттығулар жасаңыз. Жалпылай айтқанда, дамуды тоқтатпауыңыз керек. Алар асуымды алдым деп дамуды тоқтатсаңыз, біліңіз, сіз шайтанның азғыруына түсіп қалғансыз. Ояныңыз, ақиқатқа тіке қараңыз. Күнә істер мен жаман әдеттерді қалдырып, өзгеруді бүгіннен, дәл қазірден бастаңыз. Алла тағала баршамызды сау жүрек иелерінен етсін. Үмметке пайдалы болуымызды нәсіп етсін.